Алла тағаланың дидарын көрген кезде мұсылмандар жәннатта оған сәжде еткісі келеді екен, бірақ сәжде ете алмайды екен. Алла айтады екен, ол сендерге дүниеде жүктелген нәрсе ғой, сендер ақыретте бұны істемейсіңдер деп айтады екен. Мысалы кейбіреулер Алла тағалаға жақын болады, дүниеде өте жақын болады, дұғасы қабыл болатындай. Бұның барлығы көп құлшылық жасаумен, нәпіл құлшылықты арттырумен жүзеге асады. Сол нәрсесі хақиқи болады. Керемет құлдарға, дүниеде мына Аллаға құлшылық жасап жақын болғандарға күніге көрінеді. Кейбіреулердің дәрежесіне қарай жұма, айт күндері секілді мейрамдарда Алла көрінеді екен. Аса жақын болғандарына күніне 2 мәрте болады екен, таңертең кешке. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таң намазы мен екінті намазының жамағатпен оқудың беріктігін баса айтқан дейді ғалымдар. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді, кім деген 2 салқында оқыса, ол жәннатқа кіреді деген. Қайсы салқын? Таң намазы мен асыр намазы.